қазақстандық актриса әрі блогер Айжан Байзақова мен оның бауыры Алихан жол апатына түсті. Бұл туралы Айжан Байзақова Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады. Актрисаның айтуынша, олар көлігінде ес-түссіз отырған адамға көмектесу үшін көлікті тоқтатқан. Біз адамға көмектесу үшін тоқтадық. Оның жүрегі ауырып, өзін жайсыз сезінді. Соңында ол газды басып жіберді, өйткені өзін нашар сезінді. Осылайша біздің көлігімізді де соқты, деп түсіндірді Байзақова. Блогер жол-көлік оқиғасының видеосын жариялады. Кадрдан Байзақованың Геленваген көлігінің алдыңғы есігінің соғылғанын байқау қиын емес. Сонымен қатар, актрисаның бауыры Алихан Байзақов та оқиғаның мән-жайын өзінің парақшасында айтып берді. Адам көлік жүргізу кезінде есінен танып қалды. Ол оған көмектескісі келді. Оята бастаған уақытта жүргізуші атып тұрып, үреймен газды басып жіберді. Нәтижесінде Тесла біздің Геленге соқтығысты. Оқиғадан қолымның ауырсынуы сезіліп тұр. Абырой болғанда бәріміз аман-есенбіз. Көлік жүргізу кезінде абай болыңыздар, деді ол.